заттың қасиетін нақтылайды және көбінесе дефис арқылы жазылады. Қазақ тіліндегі баламаларын беру әдістері. Семантикалық аударма дегеніміз, мысалы, the noun writer, тасымалды жазушы, сипаттамалы аудармалар, мысалы, blue-eyed girl, көзі көк қыз. Құрмалы сөйлеммен аудару, мысалы, cold-blooded killer, қаншық, қанды судай және адам сияқты мағыналарын білдіреді. Аударманың трансформациялық модельдері. Сөздің орын ауыстыру дегеніміз, ағылшын тіліндегі сөздердің тәртібін қазақ тіліне бейімдеу. Қосымша сөз енгізу, яғни қазақ тіліндегі мағынаны толықтай жеткізу үшін қосымша сөздерді қосу, қысқарту немесе кеңейту. Аударма кейде сөздерді қысқарту немесе толықтыру қажет болады. Семантикалық өзгеріс енгізу, мағыналық өзгерістерді арқылы аударманы бейімдеу. Трансформациялық модельдердің көрнекі сызбалары мен кестелері. Модель түрлері, мысалы, қазақша аудармалары. Бірінші, сөздердің орын ауыстыру, high pitched sound, жоғары дыбыс. Қосымша сөз енгізу, noun author, жақсы танымал автор. Қысқарту, cold-blooded, қаншық. Семантикалық өзгеріс, blue-eyed girl, көк көзді қыз. Практикалық бөлім, мысалдар мен талдаулар. Көркем әдебиеттің мысалдары ағылшын қазақ аудармасындағы нақты сөйлемдер мен олардың трансформациясы. Басқа сөзден алынған мысалдар тілдік ерекшеліктерді зерттеу үшін қолданылған нақты мәтіндер. Жеке талдау оқушының аудармаларды салыстырып, трансформациялық модельдерді анықтауы. Жобаның қорытындысы негізгі әдістер. Ағылшын мен қазақ тіліндегі сіңесінің трансформациялық негізгі әдістері анықталды. Практикалық маңызды зерттеу тіл аударма саласында қолдануға мүмкіндік берілді. Болашақ ұсыныстар трансформациялық модельді әрі қарай жетілдіру мен кеңейту қажет.